Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай үлпілдек болып пісетін, жұп-жұмсақ, арасына вареная сгущенка салынған булочки жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Булочкиді жұмсақ етіп жасаудың қыр-сырын үйрететін боламын. Бос ыдысқа 250 мл жылы сүт құямыз. 2 ас қасық қант пен 1 шай қасық ашытқы салып араластырамыз. Ыдыстың бетін жауып 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Біздің ашытқымыз осылай көтерілуі керек. Ыдысқа жарты шай қасық тұз, стаканның 4-тен 1 бөлігіндегі өсімдік майы және 1 жұмыртқаны салып араластырамыз. Содан соң 2,5-3 стакан шамасында ұн салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сонда булочки жақсы көтерілетін болады. Және де ұнды бірден көп салуға болмайды. Аз-аздан салып, барынша жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр видеодағыдай болған кезде 25 грамм сармайды микротолқынды пеште ерітіп саламыз. Және де 1 шай қасық 4% алма уксусын да құямыз. Алма уксусы қамырды серпімді етеді. Қамыр қатты жабысқақ болып тұрса, 1 ас қасық шамасында ұн қосуға болады. Ең бастысы қамырды жақсылап илейміз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтын, әрі осындай жұмсақтықта болуы керек. Қамырдың бетін жауып 30 немесе 45 минутқа ашытуға қоямыз. Қамыр осылай көтерілген соң, тағы да қолмен бүкіл ауасы шыққанша илейміз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, дөңгелек пішінге келтіріп жаямыз. Содан соң, видеода көрсетілгендей етіп, бірнеше бөліктерге кесіп шығамыз. Бұл қамырдан жасалатын булочкидің арасына кез келген начинканы салсаңыз болады. Мысалы, тосап, джем, шоколад немесе творог. Булочкидің начинкасы ретінде мен бүгін вареная сгущенканы алдым. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп түйеміз. Және де листке салатын кезде листтің астына міндетті түрде пергамент қағазын төсейміз. Барлық булочкиді түйіп болған соң, бетін жауып 15-20 минутқа жылы жерге қоямыз. Осылай көтерілуі керек. 1 жұмыртқаның сарысына 1,5-2 ас қасық шамасында сүт құйып араластырамыз. Және де булочкидің бетіне жағып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша булочкидің бетін безендіру үшін ақ немесе қара күнжіт және де мак қолдануға болады. Дайын болған булочкиді 180 градус температурада қызып тұрған духовкаға 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Булочки пісіп шыққан соң, оны міндетті түрде бөлме температурасында суытыңыз. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.